Салтына балар, шашу шашып алтынан алар. Екі жастың арқасы ғой ел таныстырып, құдаластық төс қағыстырып. Қош келдіңдер құдаларым, табылады сұрағаның, орындалар осы тойда барлық қалауың. Көңілдерің құдаларым, көтерілсе қуанамын, қыздырыңдар ән жырменен тойдың алаңын. Құдаларым ырыстағындай, сыйласайық, сырласайық, серттен жаңылмай, ортаға кел көктен таңдай. Қош келдіңдер құдаларым, табылады сұрағаның, орындалар осы тойда барлық қалауың. Көңілдерің құдаларым, көтерілсе қуанамын, қыздырыңдар ән жырменен тойдың алаңын. Қош келдіңдер құдаларым, табылады сұрағаның, орындалар осы тойда барлық қалауың. Көңілдерің құдаларым, көтерілсе қуанамын, қыздырыңдар ән жырменен тойдың алаңын. Келдіңдер құдаларым, табылады сұрағаның, орындалар осы тойда барлық қалауың. Көңілдерің құдаларым, көтерілсе қуанамын, қыздырыңдар ән жырменен тойдың алаңын. Қош келдіңдер құдаларым, табылады сұрағаның, орындалар осы тойда барлық қалауың. Көңілдерің құдаларым, көтерілсе қуанамын, қыздырыңдар ән жырменен тойдың алаңын. Келе жатқан біздің әрине құдағиларымыз, Нафиса құдағиымыздың басшылығында келе жатқан құдағи құдашыларымызды тойғанымыздың түріне тойдың сәнін жасап, әндетіп, сәндетіп, билетіп қарсаламыз кәні. Құдағилар, құдашылар қош келдіңіздер, төрге шыққандар осылық болсын кәні. Билеңіздер, көңілді жүрек жарма қалмасын, той құтты болсын.
бергені тамаша биледіңіздер. Мына топты жарып келген құдағиларымыз, құдашаларымыз келе салып қазақилық пенен қазақтың нақышын бұзбай, бірақ құдалық тойымызды бастайтын боламыз қана. Құрметті құдалар, қош келдіңіздер. Төрге шыққандарың сотты болсын. Құрылып жатқан алтын көпір мықты болсын, екі елді құдалы мәңгілік болсын дейді. Шын жүректен бір қаттырақ қол соғып құрмет жасап қойыңыздар. Ал адам баласы болған екен, дұрыстап амандасып алайық. Ассалаумағалейкум, жаны жайсан, көңілі дархан қазақ елі. Ассалаумағалейкум, қыз баласын құрмет тұтып қастерлеген ұлағатты қазақ деген халықтың ұрпақтары. Бүгінгі той, бүгінгі қуаныш барлықтарыңызға құтты болсын ағайын. Мына қазақтың әдемі сөзі бар, тойың тойға ұлассын, салған інім құрасын деген дана халқымыздың дана сөзі бар. Ал бүгіннің сөзге назар аударып қарайтын болсақ, тойымыз тойғыласып, салған ініміз құрап жатқан кезде, киелі, сілгелі тұтанғалы елі Бәйтеректер әулетіне үлкен қуаныш. Біздің өңірде аттары белгілі, мына 7 жастан 70 жасқа дейін танитын, қадірлейтін азаматшалардың шаңырағында бүгін үлкен думан той. Мына кең пейілмен ағынан жарылып, үлкен думан той жасап отқан біздің Ерлан ағамыз бен Гүлия жеңгеміз сіздердің құда-құдағиларыңыз болады. Бүгін мына шаңырақты шаңырақ құрып, үлкен өмірге қадам басып тұрған кешіміздің жарық жұлдыздары Искандер мен дін-нәсіл махаббаттары мәңгі, қадамдары сәтті, осы тілекке қосылған ағайынның шапалағы қатты болсын дәрігерлер. Ал енді құрметті құдалар, мына біздің қазақ халқы аттан құласақ та біз салт дәстүрде құламаған елміз. Мына қазақтың нақышын бұзбай, өзіміздің қазақ екенімізді мақтан ұстап, бүгін елге келіп отқан мына құдаларға бүгін мәртіп танытамыз. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын деп, алдыменен мына қонақтарды біздің қазақ халқы құдайдан кейін біз құдаларды құрметтейтін елміз. Сол сияқты мына Ерлан ағамыз әрине құдаларды құрметтейтін жандар, біз кезекті өздеріңізге қарай бұрайық, өздеріңіздің мына әулеттеріңіздің үлкендер, абыз ақсақалдар қол жайып бір батасын берсе. Екі ел біріктіріп тұрған 2 жас болады. Солардың басы бірігіп келісімге келгені құтты болсын. Тойларыңыз құтты болсын, келешек өмірлі шүбірлі болсын, екі жаққа да бірдей қызмет етсін, екі состарға да бұяқта. Соның ішінде біз араласып, өзіміздің ниетімізді айтып жақсы, әрдайым жақсы тойларда сұрасып жүре берейік. Соның үшін барлығымызға құтты той болсын, құтты болсын тойларымыз. Жастар өзімен өзі көбейсін, өссін, әрдайымда болсын да жақсы сөз берейік. Рахмет. Берген батаңыз қабыл мұратыңыз асыл болсын, сіздерге отырып жайға салыңыздар. Енді мынау кешегі қандар тұтпасып, билер билескен қансырайының астында бәрімізге дәл беріп, дәрежеміз көтеріп тұрған осы Ерлан құдаларымыздың шаң-түйек бауырлары осында тұр. Ал енді осы әулеттің үлкендеріне мен микрофонды берсем, мына екі ел бір-біріне құда болғаннан кейін, екі елдің терезесі бір-біріне тең болу керек, дұрыс па? Ал енді өзіміз шаққан бірі үлкендеріміз сақадайсай, кәні, өменде қол жайып өсінсе бір батаңыз беріңіз. Құрметті құдалар, қош келіпсіздер. Келген адамдарыңыз құтты болсын, мына құдалық мың жыл болсын, еліңіз бақытты болсын. Сол жастардың бақытын көріп, бәріміз қуанып жүре берейік. Тек қана осы жасымызды тойлар жол берейік. Қош келдіңіздер, алып көңіл отырыңыздар. Мына біздің
Ağalarımız o söylediğin öküldері sizler için әдемі қызмет атқаратын болады. Алдарыңызға қойылған тағдырдан алып көңіл отырыңыздар. Bir-birinizбен амандасып қал жағдай жақсылап сұрасып алыңыздар. Сәлден кейін таныстыру бөлімін бастайтынбыз. Қош келдіңіздер. Мына қыз өрісін тегені құтты болсын. Алла сәтін салып, бүгін өрістеріңіз кеңейіп отыр. Ал енді бүгін мына сізге самалы елді қош келдіңіздер. Мына тамыры тереңге сайылған тек әулет, адам қарасы әуес келетін әулетпенен бүгін құда болып отырсыздар. Құдалық өздеріңіздің әсіркен екен. Ал келінің көпшеліп сылдырнау үлкен әйді бау шамалы самсырдай айыпты бұйырмаңыздар. Енді назарды ортаға қарай бай. Осы бүгін құдағиларымыз арасында жас үлкен құдағи апаларымыз жаңа көріп отырмыз. Әдем батасын деп. Бірақ дегенмен бүгін қанша бата берсек те, қанша тілек айтсақ та көп етпейді. Тағдан мен батаны енді әдемлеп мына видео таспаға түсу мақсатында үлкен құдағи әжелерімізге микрофонды ұсынғым келіп. Қайтсіздер кәне, кімнен бастаймыз? Құдағи жақтан. Ассалаумағалейкум, көршілер. Екі жас арқасынан отырғанымыз, екі жас бақытты болсын, денелері сау болсын, өмірлері ұзақ болсын. Осылардың ардақтарын құдағилар, Нәфиса, барлықтарымыз осылардың тойларын көріп, ескі тойларда бәріміз бас болсын. Осындай кең дастарханда отыра беру нәсіп етсін. Екі жас бақытты болсын, бақытты екі жас. Рахмет, айтқан тілектеріңіз қабыл. Мерекелі кеш құтты болсын. Енді біз мына қазақ халқы әрқашанда қыз баласын құрмет ететін еліміз ғой. Мына қыз баласы төркінге келген кезде көңілді қайтсын, көңілді отсын деген мақсатпен мен осы Сіргелі тамалы елдің өрісін кеңейткен жолы үлкен, жас үлкен әпшемізге мен микрофонды ұсынғым келіп тұр. Әпше, балалар тойы құтты болсын, микрофонды өзіңізден бастайын. Осы әулеттің қызы болғаннан кейін өзіңіз. Dedi buna, ben de sebepler yedi jaz baqıt olsun, kudalıkların ұжылдық olsun, kuda kalasa, arkadaşımdan toylar gördüler, buna jazlar var edi buna жерде. Tek kanalmasımız toydan çıkmasın, yedi jaz baqıtlı olabilsin, enderi sağ olsun. Sende bu yanaların bakımı, kudağlar olabilir, enderi sağ olsun. Рахмет. Тілектеріңіз сау болсын, ал көңіл отырса, той қуаныш құтты болсын. Қаныс болайық деп тұрмыз. Құдалықтың салты, құдалықтың дәстүрі, құдалықтың кәдесі. Бүгін шаншылы, елі, сасбақадан келіп отқан біздің әрине мына құдаларымыз. Нұрлы жүздеріңізді көргенімізге қуаныштымыз. Бүгін мәртебесі үстем. Әдемі құрметпенен микрофонды өздеріңізге ұсынайын деп тұрмын. Себебі мына құдалықтың бірінші дәстүрі танысып алу дәстүрі, дұрыс па? Құдаларға микрофонды ұсынсаң, микрофонды алып өздеріңіз әдемі біздің елге өздеріңіз таныстырып өтіңіздер. Өздеріңіз жақты бір таныстырсаңыздар. Құрмет құрарас, тойлар құтты болсын, тойларыңыз оғыласын, жастар бақытты болсын деп Құдаларымды кеше танысқан бастап, бүгінде арамызда қосылғандар көшеттен таныстырып өтемін. Енді мынаны таныстырсақ, оң жақтан бастаймыз. Бұяр Адыл деген жігіт кластасы да ағайындарымыз бәріміз бірден тоқтан. Енді арамызда Аман ағай дегеніміз бар. Үлкен тарихи ақсақалымыз бар. Аттары Аман. Оның жанында Отставкадағы Талас майор дейміз, майор званиясы қорғанды ағамыз. Бәрі ағайындар, мына тұрған сәулеттеп отырған мына жігітіміз аты Ербол, інішер, мына құдалардың тамыры, әрі көршісі, Жанқош дегенде, төрдің жанында отырған бер құдаларымыз болады, өздің үлкен ағалары болады, аты Сәби, бер құдаларымыз. Шапқылды Батыр деген жігіт, жаңа құдалардың тамыр ағайындары әрі көршілері. Батыр деген. Болды, өсілді. Мен артым Нұрлан, жаңағы құдаларымызды өскен ағаларымыз боламын енді. Арғы беттен бізден бұдан не береді? Ергіз деген жігіт, жаңағы тілер деген жігіт болады, жаңағы немізге немелер болады, жаңғалардың үнелері бәрі. Өзімізді деген бар бәрі, сымай деген ғой. Бәрі 19 орны басқа дегенде тансыр болды шамамда. Өзімді айттым.
Yıkıda olsağım keçerde tanı varsa, meyle. Yerimiz tasarılarım jasada tutarsa cahilebizin tola tutulur. Ben son aynı var, bu nasıl koyduğumuzlar ya. Her neresi öz sorunu verir, öz yolu verir. Kuançlık olsun, kudalar әлемі өзен таныстырды, енді танысқан үшін бір таңда ішті қыздырсақ кейін жаймен деп қойды қыздырамыз ғой. Бір алдыртып жіберейік енді қызметтегі ағайындар. Айбек ананы бергі Айбек ақиды ол. Солашты бергі ол, қас дейді. Uyal yetimde unutmuş bitti olar. Zamanla ketip olmadı. Kudalar, buna жақсары vakti болсын. Buna yerlanağımızın övletin kuvançına hoş geldinizler. Buna kudalarımız, ısın ömründe sıyla azamlatlarının böyle kulağımız sözümüz. Olsa övletin müdürleri әдейі kudalık oylar, spektaklarlarında ağayın kurslarını tanışsız olmanızdan deyiz. Nazarın ortalarına kurslarınızlar, özünüz hakkındansızlar. Özünüz hakkındansızlar. Yürüdükten arsaya gelecektir. Böyle bargariden sizler bugün ketini oylamış. Şu diyemez ketini. Ha? Ya! Sonuçta jastır baktırması. Endimedi de. Rızası kolunu katsa. Aldığını da ezinde var. Evde adam vereceğiniz südüre var. Tamam özgürdüm ha, adam özgürdüm ha. Kulturunu okutsa iyi bırakıyorsun. Soğukta çıkıyorum. Statüke vada bir kızı aldım Құрметті құдалар, назарыңызды орталарына бұрыңыздар. Мына сіргелі таңбалы елі, әлі қазір осы әулеттің үлкендері сақадай сай, біздің Бақтияр атамыз. Микрофонды өздеріңізге берсем, өздеріңіз таныстырып өтейік. Рахмет ағайын. Құдайлар қош келіпсіздер. Адамдарыңыз құтты болсын. Егізат бақытты болып өсіп өтелесіз. Мына кеше құдалыққа танысқанып барлық адамдармен, танымай адамдармен танысып өзіміз танысып қояйық. Мен жеңсес боламын, аты Бейсер. Мынау Бақтияр деген жігіт ағасы болады ерланның. Ана отырған жігіт бажасы болады ерланның. Сол айтайын дегенім ғой. Жақсы отыр, балық отырғыздар ерлан. Рүстем. Ну, самый главный бажасы. Тағында бұл әулеттің өкілдеріне келіп жатыр. Айбек бүгі, келіңіз. Осыма ерлан құдаларыңыз, сіздері, бауырлары, бәріміз бір ауылдың тумасымыз. Сіргелі таңбалы елдің өкілдері осында. Марат ағаларымыз. Сіргелі таңбалы елі болады бұл кісілер. Осы біздің өңірде аттары белгілі, Байтөреевтен әулетінен тараған кісілер, Марат ағамыз. Сонымен қатар мейіріс ағаларымыз отыр бәрекелді, мына құдаларымыздың бауырлары. Айбек ағамыз міне осы әулетте таңда біздің Бақтияр атамыздың ұлы Төлеген ағамыз сақадай сайына әдемі қызмет атқарып отыр. Мейіріс ағамыз айттық, Бақыт ағаларымыз айттық. Сонымен қатар мына Искандер күйеубаларымыздың жездесі Ерлан құдаларымыздың күйеубаласы Айбек күйеубалары болады бәрекелді. Барымыз осы тағда келетін қонақтар болса, тойдың барысы тағда әдемілеп танысатын боламыз. Енді мынау бүгін осы сіздерге адал дастархан жайып, тойдың қуанышы бөлісіп, мына Искандер күйеубаларымыз арасында мәкесі. Біздің Ерлан ағамыз осы әулеттің мақтанышы, біздің өңірдің мақтанышы, профессор ағамыздың құдаларымыз осысы. Ерлан ағамызға той құтты болса бір қол соғып қойыңыздар. Енді барымыз осы құрметті ағалар, құдалар, бірге шыққандарыңыз құтты болсын. Енді ерекер өзіңіз сияқты бір профессор ағайымыз бар екен.
Stüdentlerini bir bölmege jinap, araktın qanday ekeni zertkeymizge kelmey. Сөйтіп bir bölmege bärlik stüdentlerini jinap, kastam mынандай стакандар үшөөлүк коюп, ар бир стакан içine bir курттан салып коюпту. Birinci bolup birinci stakan içine arak koyup, ikinci stakan içine vino koygan, üçüncü stakan içine külüntü paylanıp жүреді. Водопроводтың суын koyup, araktı zertkeymizge her bir stakan üstüne 10 minutқа çoğup koyup, aradan 10 minut vaqt ötkendен keyin birinci bolup жаңағы arактын шашқараса, arактын içine kurt өлүп калыптыр агайында. Екінші болып жаңа виноға кезек келген виноның ішінде құрт та өліп қалды. Соңғы стакан жаңа үшінші стаканға кезек келген судың шашып қараса судың ішінде құрт тұры дейді да. Жаңа профессор ағайым сұрап жатыр дейді, құрметті студенттер, бүгінгі зерттеуден кім нені түсінді? Кім нені айтады десе, өмір сабақ келмейтін әкімнің ерке баласы сол күн сабақ келіп, қолын көтеріп жатыр дейді, ағай мен айтайын деп. Жарайды айтсаң айт, бүгінгі зерттеуден нені түсіндің? Нені айтасың десе, жаңағы әкімнің баласы айтып жатыр дейді. Arak içken adamın içinde kurt olmaydı var degan. Ya, bunun bari azim boyu bolgandan keyin kulib o'tirgan durustursiz ba? Al yanına işte kızdırıp bereyik, qani xudolar, tanışgan uchun alıp qo'yak. Zo'r qolishib olsun. Var bo'linglar. Bugun yemin erkin uyda o'tgandan o'tirib Xudoy qalasa siz bizdesin. Sirlasin. Qani bir alıp qo'yinglar. Ağalarımız hədiyyə tanıştırıb ötdü, кезек өздеріңізге жетті. Al енді біздің діл әскерімізге қайғысында бүгін аналық сезімменен, аналық міндетпенен, аналық махаббатпенен келіп отырған біздің Нафиса құдағиымызға төрге шыққаны құтты болсын деп, құдағиын құрметімен қоса оқып қойыңыздар. Құдағи қысы өрістің келген болсын, көңілді тоқтылығыңызға, мына сіздер ет қолдан аманаттарыңызды біздің елге табыстап отырсыздар. Мына сіздің құдағиыңыз бүгінгі тойымыз нейлі сіздердің аманаттарыңызға қиянат жасамайтын жандарды білеміз. Ал енді көп сөйлеп созбай, микрофонды бірден өздеріңіз ұсынбай, құдағиларыңыздың арасынан бәрінің есін атай алатын құдашалары бар ма? Қазір микрофонды берсек, бәрінің есін аттап. Ben aytıp koyalım baslanma. Hatta atam atam jürelik soğuşta aytıp koyalım kızlarla berikişti. Bitik şu anda mikrofonu kele жатыр ма? Бүгін келіп тұтасылар келе жатыр дейік. Сен бала басқа деген әдем. Әкесі бала ұшын қойды? Постмания бар. Ал енді құрметті балалар, насанды ортаңызда тұрмысаңдар, құдаларға, ардыңдар әдем басымыз зайын, басқа деген әдемі бата болсын, көтерейік, білешті кән. Amin. Baş bölümüge aç versin, ilgiler yaş versin. Sonra koysa bәрімізді той боласыз, той бәрімізді жүйерек. Ағайындық көмей versin, yaşlar olarak işe versin. Kanka Kudak'ya özüm жол жасапылады, ұшақпен тіліміз берсеңіз. Кейін өзім заманға саят боршалап алып келеміз, я. Төрге шыққандар құтты болсын. Ben mikrofon çıkıyorsayım, ben akşam bak, ben akşam yapıyorum, ben satıyorum.
Men Kulayla'nızın Doğan Ağası'nı olan Mesut Aygül, Yaşkat Ağası'nız, Başka Ağası'nız, Abdurrahim Karaviyeti, Aşağıda Koşuluk Ağası'larımız var. Cuma Grafşi, Oğuz Kökerin, Firuze, Zafira, Aygül, Züleyha, Can Boşnum, Zülhumar, Zülhumar Genayı, olsun bizim nelerimiz. Bu Kudaylarımız, Nafisa Kuday ve Nazlı maması. Balıklarınız hoş geldiniz, cazlarınız vakitli olsun. Olmak için kaldık bir doktor. Ben tanısal sorumlusu arayalım. Boş olsun. Ağlam Züleyha, Ünlesinin Zeynep'in zerrini silagan, Arna, Nafisa kulağımızdan birge çıkarılıp oldu. Bırakın toz aç verelim. Evet. Ağlamımıza, Rabbimize, Amanımıza, al yedi. Özümüzü ömrünü okuyla. Güler Cemil'in abısınlara ileri olsun oldu. Mikrofonu kuyu verse bana özüm saklar. Her şeyleri gelirsek çaksılatacak. Hoş geldiniz sizler, sizin adırda kulağlarımız, tanrılarımız, kudaşalarımız ben gelip otur. Bugün toy, sizlere de bizlerge de kutlu olsun, yaşlar vakit olsun. Şimdi kulağı olup, kulağımıza salattan egin birbirimizi kulağıp birbirimizi tanıyabiliyoruz gerek, at yönümüzde bilebiliyoruz gerek. Sonra ben Tansır'a gideyim yerine de ayı dercanım. Eğer dercanım neden koyar? Onlar da bekle, buraları. Yerde yeni ülkemiz oturanını rahmetçim oldu. Biz özü bir atadan 7 bala 3 kız bizlerdi. Sol 3 kızdan ülkenin rahmetçim oldu. Hepsi Türkçe koyup koyduk. Rahmetçim. O Taşkent'te burada yeni sene kazan. Sonunda öte bir ülkede semya ama odan keyingi ikinci hakkımız boğun olursa dünyada ötükte o kısının kızı gibi oldu. Dana. İkinci hakkımızın kızı. Üç hakkımız boğun. İkinci hakkımızın. Üçüncü hakkımız Svetlana. O soru şartçı hiç yedi dolar. Ülke olaylarımız 30'da high gitken doktor Nauk kısıydı. 49 yaşında Jürgen high gitken. Odan keyingi ularlar ayıp koyun. Odan keyingi kaynağımız Kazakistan'da durar. Caddelerine kilanmadı. Odan keyingi Bahtiyar degen kaynağıma bir kaydı veriyor. Kişi verirler. Yani Bahtiyar kaynağımız geçeri şarkı gidiyor var. Gördüğümüzün yeni yoldaşım var. O şarkıda da onu. Çok da varsam da var. Yeni yoldaşım 4 dolar. 5. yılda oldu dünyada ötüp gitti. 4 yıl oldu. 5. yıl gitti. Onda bir dedim ama odan keyin kulağlarımız. Yılan kaynım. O kısım resim, akademik oldu, profesör oldu. Odan keyin kaynımız öşüdücür. Akbak'tan keyin Melis degan kaynım var. Yemişkentay ya. Jet dolanlar, gideyinlerini bilsin. Jet dolanlar 3 kız kaynanemiz Makkere yine olan bir gün amal olmadı. Birinci kaynadamız kaç oldu, kaynanemiz kaç oldu ötüyorlar. Sonra yendilik kemberler, kaynaneler biz oğladığımız. Gelin, yine tüm kaynanamız gelin. Olsun soksun, nesile kıyırız, öteki de çalman verdim. Basar. Odan keyin
ләззат ол да келмеді, ол да Қазақстанда қазір. Осы қазір бұл жердегі ақсүйектегі мына қайненесі мен Гүлия үшеуміз отырмыз қазірше. Сол жасы танысыңыздар ма? Осылай. Мына Ұлжан келін біздің қайнатамыздың өзі бір кісі болған ақылы інілері болады ғой, аманкелеріміздің келіні. Бізге ең жақыны осылар. Міне жақта отырған мен шатасып қалыптым. Тағамыз қайненеміздің інісінің әжелі мына әрі құлағайын, мен құлағайын әрі. Мен сәл шатасып қалыптым да, жеңше. Сақада жеңше, біздің таға жеңшеміз болады. Жоқ, тағына жақта отырғанда, енді отырған құлаларымыздың үлкен құлағайы. Бір бала бір қыз ғой, бір қыздың қайненесі. Камила деген құлағайымыз. Одан кейін жаңағы Гүлия құлағайларымыздың үшінші әкесі болған, ол жоқ, қайтыс болған әкесінің қызы қайтты ол. Роза. Қайда? Роза, сол әкесінің қызы деген, сол Розаның қайненесі бе. Әкесі қайнене бұл кісінің келіп отыр. Құлағай, сол Гүлияның әкесінің құлағайы, енді бізге келіп отыр. Кімдер төмен, кім алды сіздер баса? Бәрі айтылды ма? Бәрі айтылды ма? Енді Гүлияның әпшелері. Рана құлағайымыздың әпшесі, ол да өзінде Ташкентте тұрады. Екінші әпшесі Назира. Ол да өзінде тұрады, енді Қазақстан көшкен Алматыда тұрады. Сол енді біздің енді Розахан, әзі болған әпшесінің қызы. Қайненесі. Солай. Енді дегендеріңізге төрге шыққандарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, жастар бақытты болсын, солардың бақытын сіз болып, біз болып көре берейік. Бәрімізге денсаулық тілеймін. Бар болыңыздар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын, екі елдің ынтымағында, екі елдің құдалығының жылдық емес, мәңгілік болсын, тағдырда елдің болсын қойсын. Бала сіздердің қыздарымыз, ділдәс келіміз бұл әуелге бақытты болам деп емес, осы елді бақытты етемін. Осы елдің ұрпағын санын көбейтемін деп келетін келінің бірі болсын дейміз. Бала ділдәс келіндеріміз нан жарғыш, ұлт апқыш келінің бірі болсын. Құдай қаласа мына құдалық тойларымыз, Құдай қаласа үйлену тойларымыз, шілдехана бесік тойларға жалғассын, той-тойға ұласып, осылай үлкен туған тойларда бас қосалы нәрсе өткерсін. Ал енді мен бәрі тараздан кешірім өтініп сұрайып, мына құдалықтың уақытысы мен кешкі тойдың уақытысы бір-біріне жақын болып тұр. Қазір мен кейбір қонақтарға сөз бере алмай қалуым мүмкін, айыпқа бермаңыздар. Бәріміздің айтатын тегіміз бір. Уақытпен кейін санасақ, бүгін үйде отқандай демалып, емін-еркін отырғаныңыздар. Ал енді біз жекелері мына әкенің орнына келіп отқан Сәбит құдамыз, сонымен қатар Нафиса құдағиының жекелерімен ортаға шығарып, құдамыз кім, құдағиымыз кім деп белгілер бір әдемі сөз кезегі беріп алған жөн сұрауы. Рұқсат па? Аман болыңыздар кәрі. Қайдасы кәді бой көрсетіп ортаға келіңіз. Нафиса құдағи келіңіздер. Ерлан ағамыз қайда? Ерлан ағамыз келсін, сонымен қатары Гүлия жеңгеміз келсін. Қазалайық, тойына. Яғни, құрметті құда-құдағи қош келдіңіздер. Төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Бүгін әрине қанша бұл кісілерді мақтасақ сөз көп, бірақ уақыт жоқ. Мұна дегенмен де Ерлан құдаларымызды мақтасақ сөз көп қой, жаңадан мен айтып жатырмын. Бірақ біз мұна тойда Ерлан құдаларымызды мақтамаймыз. Біз Ерлан құдаларымызбен біз мақтанамыз өрекеді. Елге болып жатқан тойлар құтты болсын. Бүгін еңсесі биік, тамыры тереңге жайылған текті әулет бір-біріне мың жылдық құдалықтың ізін қағып бар болыңыздар, нар болыңыздар. Бүгін керемет ізгі әкенің жолыменен, ізгі ананың жолыменен сіздердің перзенттеріңіз үлкен өмірге қадам басып тұр. Қадамдары сәтті болсын, махаббаттары мәңгі болсын деп, Сәбит құдаға әдемі құрмет болсын деп, бүгін
аға болып, баба болып, әкелік міндетін атқарып тұрған, мына киелі шаншылы саспаған елді көктің желбірет берген Сәбит құдадан ақ-тілекті жалғастырайық. Ассалаумағалейкум. Құда-құдағилар. Міне бүгін қызымыз Діназбен Искандердің бақыт кешейді. Осыларға ұзақ өмір, зеңдір, зор денсаулық, ниет-етса ниеттеріне жете берсін. Құдаларымыз мың жылдық болсын, жастар бақытты болсын, ниет-етса ниеттеріне жете берсін. Рахмет. Құдаға деген әдемі құрмет болсын. Сәбит құда тілек айтты, бір қол соғып қойыңыздар. Назарда болып қарай болып. Ал енді мен ізгі ақ-тілекті бүгінгі тойдың демеушісі, бүгінгі тойдың қалаушысы, бүгінгі тойдың президенті деп айтсам мен қателеспеймін. Елге сыйлы азамат, бір тұлға азамат десек болады. Аузын ашса жүрегі көрінетін біздің Искандер бауырымыздың сүйінер тауы, ақыл кеңесшісі, Асқатан әкесі, бүгінгі тойдың иесі Ерлан ағамыздың ақ-тілек жалғастырайық. Той құтты болсын бүгін. Рахмет. Құрметті ағайындар, құрметті құдалар, жаңа құдалар. Бүгінгі себебіміз екі жасты қой. Немереміз балам мен қызым келініме бақыт тілеймін, дендері сау болсын. Енді бір әке-шешенің алдына қойылған бір мақсаты деп ойлаймын. Баланы үйлендіру, жайластыру. Onun için балдарымыз аман болсын, екі жас бақытты болсын. Құда, мына құдаларымыз құтты болсын. Құдағай, қыздарымызды біз қыздай көреміз, абайлаймыз. Өзі негізі қыз нәзік дейді. Соның үшін ол нәрсені жақсы түсінеміз. Соның үшін жастарымыз бақытты болсын. Сіздерге де денсаулық, қалған мына қалай ағайын құдалар, ағалар, жезделер, бәріңіздер осында той көріңіздер, тойларыңызда бізде қызметі болады. Жастарымыз бақытты болсын. Аман болыңыздар. Ерлан көрермен той құтты болсын. Енді мынау Ерлан аға мәрине әдемі сөзін айтты. Сөзінде жан бар. Біз қосыламыз, себебі біздің Ерлан ағамыз бен Гүлия жеңгеміздің құдағиларымызды біз бала кезден білеміз. Бір ауылдың тумасымыз. Бұл кісілер сіздердің мынау қыздарыңызды бүгін осы елге екі қолдап аманат етіп тапсырып отырсыздар. Ерлан құдаларыңыз бен Гүлия құдағиларыңыз сіздердің аманаттарыңызға қиянат жасамайтын жандардың бірі. Бар болыңыздар, көңілді тоқ қылыңыздар, жадырап жайнап мен ізгі ақ-тілекті арнайы Ділназ келініміздің аяулы анасы Бауыздау құдағи, арнайымыздың Нафиса құдағидан ақ-тілек жалғастырайық. Ассалаумағалейкум. Осы екі қыз баламыздың арқамыз осыны жиналысып отырыппыз. Құдалығымыз мың жылдық болсын, алтын көпіріміз мәңгі болсын. Балдарымыз бақытты болсын. Құдағиымыз бүгін елге қыз беріп отыр, қаттырақ қол соқсақ болады ғой. Әдемі қол соғайық, Нафиса құдағидің құрметіне айтқан тілектері қабыл болсын. Құдай қаласа бүгін қыз ұзатып келіп отқан болса, Алла нәсіп етсе, осы елге алтын бесікті көтеріп, жадырап жайнап келуді Алла нәсіп еттірсін. Сол күнге жеткізсін кезектегі ақ-тілекті. Ерлан көкеміздің сүйікті адал өмір жолдасы, үлгілі ана. Аузын ашса, жүрегі көрінетін бір туар азаматша. Біздің Искандердің аяулы анасы Гүлия әпкемізден, Гүлия жеңгемізден ақ-тілек жалғастырайық. Той құтты болсын. Ассалаумағалейкум, құрметті құда-құдағилар. Тойға шыққандарыңыз құтты болсын, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Екі жастың арқасына отырған екенбіз. Балам Искандер, келінім Ділназ. Екі жас бақытты болсын, денсаулығы мықты болсын, өздерінің көбейсін. Барлықтарымыз осындай тойлар ойлайық, қызметті болайық. Той құтты болсын. Жеңгем құрметіне қаттырақ қол соғайықшы. Мен Гүлия жеңгешем Аллаһ сөйлей бермейді. Бүгін бала сөйленіп, Құдай қаласа, мына жадырап жайнап, нұрлы жүзді қонақтар келгеннен кейін Құдай қаласа шабыты келіп, әдемі тілегін айтқан біздің Гүлия жеңгемізге той құтты болсын.
Ал енді Ерлан көке өзімізге тән қасиет құдамызды құрметтеп, мына жастар бақытты болсын деп, Сәбит құдаңызды бауырыңызға бастырып, төс қағыс қойыңыз бергенде. Аяулы бет сүйісіп алыңыздар, мерекелі кеш құтты болсын. Ал енді бір естелікке суретке Гүлия жеңгеміздің қуанышына келген қонақ осы уақытқа дейін құр қол қайтпаған. Бұл кісілер келген қонаққа мына қабағынан бұрын сый сияпат ұсынып қоятын жандар Ерлан құдаңыз Гүлия құдағилардың атынан бүгінгі тойымыздың елінің атынан әдемі сый сияпат құдайға табыстайық біргеде. Сәбит құдамызға, Нафиса құдағиларымызға арналған әдемі сый сияпаттар табыстайық тойдыға сіздерге. Ереге өзіміз құдаға әдемі табыстайық. Ерлан ағамыз құдасына өз қолымен әдемі күрткілерін сыйға тартып отыр. Ыстық денеңізді тосқын Сәбит құда. Міне біздің Нафиса құдағиымызға арналған әдемі плаштар, әдемі қысқа күрткілер құтты болсын деп әдемі қол соға қошеметтейік. Әрине сіздер жақтан бұл дұрыс па? Шаншқылы саспаға елдің атынан келген Сәбит құдамыз бен Нафиса құдағиның атынан Ерлан құдасына арнап қазақи шапан құтты болсын, қол соғайық. Қазақтың ұлттық шапаны Ерлан ағамызға құтты болсын. Ерекең бүгін той біткенше шешпейтін болды ғой. Бар болыңыздар. Болдың ба? Айна әкесеңдер. Қазақ болдыңыз көке, абай болдыңыз, қонанбай болдыңыз берекеті, бар болыңыздар. Құдамен тағы да бір сөйлеге суалшы, дәл осы көрініспенен. Бұл мен сыйлық біткен жоқ, ал енді біз жадырап жайнап көтеріп көңіл-күймен осы тойда әдемі бимен жалғастырған жөн сұрап отырмыз. Ерлан көке енді күнде той бола бермей, көбіміз бір әнге ортаға биге шақырамыз. Билеңіз ері, көкінде жүрек дармағалмасын. Ортада атынан армия. Құдағи, бұл істі қыз істі құдағи.
берген аяқтарыңызға басқан отырып жайғасып алыңызға қуанышты болсын. Бар бол Құдағи. Рахмет. Ұят болды Құдағи. Бар болыңыздар қазір отырып жайғасақ, мына кезектегі тамақтарымыз дайын болса, жайылған дастархан түріне тартып өтеміз. Ал енді құдалықтың кәделері ретімен жалғастырайық. Үлкен тойымыздың басылатын уақыттарына жақын уақыттар қалып отыр. Уақытпен тиімді санасайық, әрекетте боламыз. Мұна тілек айтпаған жас үлкен қонақтар бір-екі ауыз сөзін айтса, сонымен құдалықты әдемі кәдемен жалғастырамыз. Alınızlar.
Берекеті тамаша бердіңіздер. Енді отырып жайғассақ, мына құдалықтың кәделерін жасап алайық қана. Ақша кесіргесін абырой етпесін, сабит құда. Арнайы өзіңіз үшін құда пәтіңіз, құда табақ қабыл алыңыз. Жеже өзің салып бересіз енді, өзің салып бересіз. Кәні құдалар, ұн жаңар салып дәстүрі, құйрық мамыр жегізін салып дәстүрлері. Кәне, мұнаға айналып жүз бересіздер. Айналып жүз бересіздер, я. Ұн жаңар мен мұна, құйрық мамырды, әделі бұла жеңгелеріміз үшін қызмет атқарайық, той-тойға аласың. Бұман тойымыздың басылып уақыттары жақын келіп отыр. Қала берсе мына дастархан бетіні біз тағы да қонақтарға реттеуіміз керек. Айыпқа бермеңіздер. Уақытпен киім жараса, кәні жеңгелер, әпкелер әрекетте боламыз. Операторларда әдемі видеосъемка жасау керек, содан кейін тойхананы босатай. Әрекетте болған жеңгелерге тұрмдалаңыздар. Ертең күні құдалардың қасына келіп бір бата қайырамыз қазір. Құдаларға жолды беріп бір бата қайыратын боламыз қазір, атсалса. Бір дем дегенше мына әңгімеміз әңгімеге жарасып, тойымыз тойласып жатқан сәтте мына үлкен думан тойдың басылатын сәттерде шақырып қалғанымызды сезбей қалдық.
Мына нұрлы жүздеріңізді көргенімізге қуаныштымыз, бірақ қазақта келдемек бар, кетдемек жоқ. Әр нәрсенің өз орны бар дегендей, мына жас өткен құдаларымыздың батасын берсе, я, кәлі құдайға, қош келдіңіздер. Әмин. Hürmetli konuklar, kınalar, kınalar, hürmetli zetlerimiz için rahmet. Eğer birlikte geriye gideceğiz burada. Çoğalara da olsun bizim ömrümüzde uzaklara ömür versin. Birlikte terliklidir. Ömürlü şükürlü olsun, yegidasız diyelim. Yerlerimiz olsun, ciğerlerimiz olsun sizlerine. Varlığımız yaşlıkta, toylarda, ışıkta gerek olur. Niyetimizin varlığımız sağlığa yegidasız bırakıp, tümüz kırıp geçse, geleceği sobaladı. Son için kemiğinlerin her zeberimiz değil mi? Ha, olur. Yendiği olsa ahırımızı tosal da alıp, yaxşı niyetlerine birlikte terki, birlik kılıp kaytanımız makul olur. Rahmet. Hürmetlerimiz için rahmet. Құрметті құдалар, кешірім өтініп сұраймыз, әрқашанда орындарыңыз сүр болсын. Бар болыңыздан, нар болыңыздан жолдарыңыз ақ болсын. Біздің әулетке тек қана тойға келіңіздер. Бірге шыққандарыңызға да құтты болсын. Құйылған енді мына сусындардан алып қойыңыздар кәні. Тойханамызды біз әдемі видео таспаға түсіруіміз керек. Содан кейін мына үлкен тұман тойымыздың басылатын сәттеріне бүткіл қонақ жиналғаннан кейін бірден тағы да біз сіздерді тойхана төріне қарсылап боламыз. Ән күйлердің толқуында құдағи құдашыларда өз елдеріне шығарып салайық. Маэстро музыка. Жас күні жолға бірге шығадарыз құтты болсын. Барлығымызға шаңшылы саспаға келіп, тойда жолға.